رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. Алла Тағала көптеген пайғамбарлар мен елшілерді жіберді. Олардың өмірлеріне көз жүгіртсек, біраз ортақ мәселелерді байқаймыз. Мысалы, олардың қауымдарына айтқан дағуаттары бірдей болған. Мысалы, Шуара сүресінде пайғамбарлар әртүрлі уақыттарда келген. Олардың көпшілігінің сөйлеген тілдері әртүрлі болған. Олар жердің әртүрлі аймақтарына жіберіліп отырған. Бірақ қауымдарына айтқан сөздері бірдей болған. Қанша мыңдаған пайғамбарлар мен елшілер қауымдарын тек бір Аллаға құлшылық етуге шақырған. Бұл туралы Құран бізге баяндайды. Барлық пайғамбарлар мен елшілердің насихаттағандары бір нәрсе болған. Сөйлеген тілдері бөлек болса да, насихаттаған нәрселері бірдей болған. Одан басқа, пайғамбарларға ортақ басқа да мәселелерді байқаймыз. Пайғамбарлардың тарихын мұқият оқысаңыздар, пайғамбарлардың бәрі болмаса да басым көпшілігі жанұя мүшелерімен сыналған. Олардың бәрінің жанұясының ішінде қиын мәселелері болған. Ибрахим алейхиссалам әкесімен сыналды. Кейін баласын құрбан ету мәселесімен қатты сыналды. Нұх алейхиссаламның әйелі мен баласы сынақ болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көкелерімен сыналды. Қандай пайғамбарды алсақ та, олардың әрқайсысы жанұя мүшелерімен сыналғанын байқаймыз. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ақиқатты түсіндір, насихат ет, сенің міндетің ақиқатты жеткізу. Сенің бар міндетің адамзатқа ақиқатты жеткізіп тура жолға шақыру ғана. Сен оларға жауапты емессің. Сен оларды басқара алмайсың. Сайтаро сөзі араб тілінде басқаруды білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтылып тұр. Кейде біреуге жақсылық қалап насихат жасайсыз. Айтқаныма құлақ асар деп үміттенесіз. Жақсы ниетпен барынша түсіндіріп жеткізгендей боласыз. Жақындарыңызды жақсы көргендіктен оларға жан дүниеңізбен беріліп насихат етесіз. Бірақ айтқан сөздеріңіз бір құлақтан кіріп екіншісінен шығып кеткенін көресіз. Қалай ойланбайды, бәрін түсіндіріп айтып бердім емес пе? Өздеріне пайдалы, жақсы екенін түсінді, бірақ сонда да амал етпейді. Неге? Ішіңізден ашуланасыз, ренжисіз. Біз тәкаппарлықтан немесе айтқаныма бағынбады деп ашуланбауыңыз мүмкін. Олардың жақсы жаққа өзгерулерін қалайсыз, себебі ол өздеріне пайдалы. Осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да өз қауымына қалады. Бірақ олардың көбі құлақ аспады. Сіздерге Абу Толибтің дүниеден өту сәтін естеріңізге салайын. Абу Толиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көкесі. Ол Абу Лахаб, Абу Джахил сияқты болмаған. Басқа иман етпеген көкелері исламға қарсы болған. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ауыр сөздер айтып қастандықтар жасаған. Ішіндегі ең залымы Абу Лахаб еді. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның баласы дүниеден өткенін тойлаған. Үйі іргелес көршісі болған. Баласының дүниеден өткенін естіп тойлаған. Қандай ауыр нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға көп зардаптар ағайын туыстарынан жеткен. Бірақ Абу Толиб қамқоршысы болған. Абу Толиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қорғаған. Қарап отырсақ, ол тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ғана емес, исламға пайдасы тиген. Алайда ол исламды қабылдамаған. Ақырғы демі шығар сәтінде де исламды қабылдамаған. Оны имансыз өтуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қатты қайғыртты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көретін, оған қамқоршы болған, оған әкесіндей мейірімді болған жан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқанын қабылдамады. Қандай адам болмасын, насихат жасағанда, мысал дәлел келтіргенде және жақынын жақсы көруде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан асып түсе алмайды. Ол саллаллаху алейхи вассалам бүкіл адамзат ішіндегі ең үздік ұстаз. Сонымен Абу Толибтің ұстазы, ақиқатты жеткізушісі ең үздік адам саллаллаху алейхи вассалам еді. Ақиқатты қабылдауға керемет мүмкіндігі болды. Айтылу керек болған, көрсетілу керек болған нәрсенің бәрі айтылды, көрсетілді. Бірақ ол сонда да құлақ аспаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Нені дұрыс істемедім, нені дұрыс жеткізбедім, неге исламды қабылдамады" деп қатты қайғырған. Кейін Алла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға маңызды нәрсені баян етті. Бүгінгі уағызымыз осы мәселе туралы болмақ. Бұл аяттар Абу Толиб дүниеден өткеннен кейін түскен. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
Расында сен жақсы көрген адамдарыңды тура жолға сала алмайсың. Сен жақсы көргеніңді тура жолға сала алмайсың. Біз балаларымызды жақсы көреміз, біз әйелімізді, біз ата-анамызды, біз аға, іні, тәте қарындастарымызды жақсы көруіміз мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның махаббаты бізбен салыстыруға келмейді, мүлде салыстыруға келмейді. Бойымыздағы махаббат себепті біз сүйіктілерімізге жақсылық қалаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да Абу Толибті жақсы көргендіктен оны тура жолға бастағысы келді. Иман ең ұлы байлық, ал ең үздік сыйлық иманға бастау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көкесінің осы ең ұлы байлыққа қол жеткізуін қалады. Бірақ ол иман келтіруден бас тартты. Көкесінің имансыз өтуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өте ауыр тиді. Алла Тағала осы күйзелтетін сынақтан кейін үлкен мәселені үйретті. Ол баршамызға қатысты. Расында сен жақсы көрген адамдарыңды тура жолға сала алмайсың. Білесіздер ме, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын оқысақ, оның көптеген ауыр сынақтарға ұшырағанын көреміз. Бір мәселені түсінуіміз керек. Алла оны түрлі қиындықтармен сынауы бекерден емес. Алла оны бүкіл нәрседен артық жақсы көреді. Ол Алланың ең сүйікті жаратылысы. Онда неге Алла оны осы сынақтарға салып отыр деп ойлауыңыз мүмкін. Себебі ол әлемге рахым етіп жіберілген ұстаз, қамқоршы, Алланың бүкіл адамзатқа деген махаббатының көрінісі. Айтпақшы болғаным, сіз бен біздің жақсы көретін адамдарымыз бар. Олардың тура жолда болуын қалаймыз. Олардың өзгерулерін күтеміз. Бірақ олар ақиқатты естісе де көз жұма қарайды. Осыған қатты ренжиміз. Не істеуім керек? Бәрін істеп көрдім. Жұмсақ та айттым, қатты да айттым, бұлай да көрдім, олай да көрдім. Бәрі бес тиын. Не істерімді білмеймін. Тіпті ақиқатты айтқан сайын ол одан алыстап жатқандай. Осы жерде бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Тура осындай жағдайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да басынан өткізген. Аятта айтылған нәрсе тек оның көкесіне ғана қатысты емес. Араб тілінде бұл лә'айд деп аталады. Грамматикадағы атауы. Жалпы деп келеді. Бұл жерде дамир келеді. Бірақ бұл жерде келгендіктен қатыстық есімдігі жетіспейді. Яғни бұл аят пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкесімен ғана шектелген емес. Бұл аят оның жақсы көретін барлық адамына, бүкіл Құрайшқа, бүкіл адамзатқа қатысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның махаббаты тек жанұясын ғана емес, оның махаббаты бүкіл адамзатты қамтиды. Қандай адам болмасын, тыңдасын, тыңдамасын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның оларға деген мейірім махаббаты мол. Ол өзін былай деп сипаттаған. Құдды лауылдап жанған оттың қасында тұрып, отқа қарай ұшып келе жатқан шыбын-шіркейді қашырмақшы болған адам сияқты екенін айтқан. Күн батқасын үйдің жарығына көбелек қоңыздар келеді емес пе? Оларды кері шығарып жіберемін деп әлек боласыз. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның махаббатының көрінісі. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сенің міндетін ақиқатқа шақыру ғана, сенің міндетін насихатты жұмсақ түсінікті етіп жеткізу ғана дейді. Бірақ олар істеген істеріне адам өз ісіне өзі ғана жауапты. Әркім өзіне жауапты. Білесіздер ме, кейде саяхаттап жүрген сәттерімде ресторанға ас ішуге келемін. Сондағы адамдардың кейбіреуі мені танып, қасыма селфиға түсіп, кейін сұрақ қойып, кеңес сұрап жатады. Сұрақтардың көбі отбасыларына қатысты мәселелер. Білесіз бе, мына қызым алдын кішірек кезінде күн сайын намаз оқитын еді. Кейін өсе келе университет оқу деп кішкене көз жазып қалдым. Намазын қазір оқиды ма жоқ па білмеймін. Қызыма не айта аласыз? Бір нәрсе айтыңыз енді мына қызыма. Қызы қасында отырады. О, Құдайым, әкем не деп кетті дегендей көзін айналдырып аспанға қарайды. Ұялып кетеді. Алдымен қызынан кешірім сұраймын. Кешіріңіз. Анасы да қосылып, сіздің видео уағыздарыңызды қызыма жіберемін деп айтады. Сізден тағы да кешірім сұраймын деп қызына тағы айтамын. Өзім ыңғайсызданып кетемін. Айтқым келгені бір нәрсені түсінуіміз қажет. Біз Алла әрбір ағаштағы әрбір жапырақты басқаратынына сенеміз. Алла әрбір жәндіктің қимыл қозғалысын басқарады. Құмырсқаның әрбір қадамын Алла басқаруда. Алла осының бәрін басқарып игеретініне иман келтіресіз бе деп ата-анасынан сұраймын. Я, сенемін дейді. Онда неге баламды басқара аламын деп ойлайсыз? Кім басқарушы, бағыттаушы?
Балаларымызға хидаят беруші кім? Қашан балаларымыз өсіп, есейгенде өздері шешім қабылдай бастайды. Сол кезде оларға жұмсақ түрде әрдайым насихат етіп жүру біздің міндетіміз болады. Тек ата-ана ғана емес, ағайын бауырлар да бір-біріне насихат жасап жүруі керек. Біреулер, мен тек насихат айттым деуі мүмкін. Бірақ кемсітіп, кекетіп, мұқатып айту, кемшілігін бетіне басып айту ол мүлде дұрыс емес. Намаз оқымайсың ба не? Жағдайың қиын екен, намаз оқымайтындар тозақта білесің бе? Жоқ, бұлай емес. Бұлай насихат етемін деп адамды қашырасыз. Жақыныңыздың дұрыс киініп, дұрыс жүріп тұруын, намаз оқуын қаласақ, насихатты да дұрыс мәмілемен жеткізуіміз керек. Мысалы, басқа қалада жұмыс істейтін балаңыз сіздің қалыңызды білуге келгенде, қане намаз оқы деп намаз оқытасыз. Жақсы, бала кім үшін намаз оқыды? Намаз оқуға мәжбүрлесеңіз. Бесін намазын Алла Тағаланың разылығы үшін емес, анам айтқасын оқып жатырмын. Аллаху акбар деймі? Алланың разылығы үшін ниеттеліп оқылмаған намаз дұрыс деп ойлайсыз ба? Егер дұрыс ниет болса ғана амалымыздың сауабын аламыз. Осыны білмейтіндер жоқ шығар. Біреудің ерік қалауына қарсы, біреуді мәжбүрлеп, қинап, күштеп, итермелеп тұрып бір нәрсені істету дұрыс емес. Ол адамның ниетінде оны істеу болмаған болса, онда оған еш пайда бермейді. Амал бос болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтылған нәрсе аса маңызды. Біз біреуді тура жолға сала алмаймыз. Біздің қолымыздан келетін дүние емес. Ешбіріміз басқа адамды және оның ісін басқара алмаймыз. Қанша жерде оны жақсы көрсек те, оған өзімізді жауапты сезінетін болсақ та. Бұл келесі мәселе. Ата-ана балаларына деген жауапкершілікті сезінеді. Аға-тәтелер де өзінен кішілерге деген жауапкершілікті сезінеді. Мына інім дұрыс емес істер істеп, жаман жолға түсіп бара жатырған көрінеді. Оны тоқтатуым керек. Оған мен жауаптымын. Әке де, ана да жауапкершілікті сезінеді. Бірақ бәріміздің жауапкершілікті сезінуіміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сезінген жауапкершілігінен асып түспейді. Ешкімнің жауапкершілік сезімі асып түспейді. Ешкімдікі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөздеріне адамдардың құлақ аспаулары, олардың теріс жолда болуы оған ауыр тиді, қиналды. Кейін Алла маңызды мәселені баяндады. Оны есімізде сақтасақ та, жүрегіміз оны ұмытып кетіп жатады. Жүрегімізбен түсінуіміз керек. Біз жақсы көретін адамдарымызды тура жолға сала алмаймыз. Жақсы көретін адамымыз зиянға ұшырағалы тұрғанын көрсек, жүзіп білмейтін балаңыз бассейнге түсейін деп жатқанын көрсеңіз, біреу көлік апатына ұшырағалы тұрғанын көрсеңіз, сіз оларды жамандықтан сақтағыңыз келеді. Бұл біздің табиғатымызда. Алла біздің баршамыздың болмысымызға өзгені қорғау сезімін берді. Жақсы көретіндерімізді қорғағымыз келетіні де осыдан. Бірақ оларды тура жолға бастау мәселесіне келсек, біреудің жүріс-тұрысын түзегіміз келсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтылған қағиданы естен шығармауымыз керек. Сенің бар міндетің ақиқатты көркем түрде жеткізу. Сен оларды тура жолға сала алмайсың. Жақсы көретіндеріңді сен емес, Алла ғана қалағанын тура жолға бастайды. Білесіздер ме, кей адамдар керемет ортада әуел бастан болады. Мысал келтірейін. Кей адамдардың араласатын ортасы өте жақсы. Қасындағы жолдастары Алланы әрдайым еске алып жүретін жандар болса, айналасындағылардың бәрі игі жақсылар болса, осындай ортадағы адам да жақсы болуы керек деп ойлайсыз. Енді екінші жағын алып қарайық. Біреу нашар ортада өскен болса, онда ол адамда нашар болады емес пе? Ал енді Ибрахим алейхиссалам өскен орта өте жаман имансыздардың ортасы емес пе еді? Айналасындағылардың бәрі пұтқа табынатын кәпірлер емес пе еді? Үңгірге жасырынған балалардың оқиғасы ше. Олар пайғамбарлар емес еді, қарапайым балалар болған. Олар бұзылған ортада еді. Олар жас еді, олар бай еді. Бірақ Алла олардың жүректерін ақиқатқа бұрып қойды. Адамның қоршаған ортасының әсері әлбетте бар, бірақ Алла біреуге иман беруді қаласа, оған ешкім тосқауыл бола алмайды. Бір сәт елестетіп көрейік. Мәдина қаласында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның уақытында өмір сүру мүмкіндігі берілсе, кім сол уақытта болуды қалар еді десем? Баршамыз әлбетте қалаймыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының қасында өмір сүруді қалар едік деген сияқты сөздер айтуларыңыз мүмкін. Енді қараңыз.
Мәдина қаласында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасында ең жаман 200-лер болды. Олар жақсы ортада емес пе еді? Иә, орталары керемет болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның артында бірінші қатарда тұрып намаз оқитын үлкен мұнафықтар болды. Қоршаған ортаң сенің жақсы не жаман болуын шешпейді. Оны Алла Тағала шешеді. Алла сізді тура жолға салса, айналаңыздағы азғындықтар, жамандықтар сізге әсер етпейді. Сол сияқты жақсы ортада бола тұра, Алла біреуге хидаят бермесе, оны ешкім тура жолға бастай алмайды. Баламыздың немесе жақынымыздың араласатын ортасын дұрысына өзгерткіміз келеді. Жақсы ортада болғаны сөзсіз дұрыс. Бірақ адамның араласатын ортасынан да маңыздырақ, көп әсер беретін орта бар. Ол қоғам емес, ол көшедегілер емес, ол мектебі емес, ол алыстағы әлем емес. Бұл отбасы әлемі. Ең үлкен әсер етуші орта отбасы. Осы туралы ойланыңыз. Жүсіп алейхиссаламның кішкентай кезін білесіздер ме? Әкешім түс көрдім деп әкесіне көрген түсін айтады. Әкесі кейін бұл түсінді бауырларына ешкімге айтпа деп түсін жауырып, Алланы әрдайым еске алып жүруге шақырып, жақсы насихаттар айтады. Құранда келген бұл оқиғадан байқайтынымыз, әке баласын кішкентай кезінен ақ жақсылыққа шақыруда. Алланы әрдайым еске алып жүр, Алланың бақылаушы екенін ұмытпа деп жастайынан тәрбиелеген. Және байқайтынымыз оның жанұясындағы туған ағаларының жақсы емес екені. Олардың жанұялары керемет болған деп айта алмаймыз. Кейінірек ағалары Жүсіпті құдыққа тастап, кейін ол өзге елде құл болып имансыздардың ортасында өседі. Уақыт өте түрмеге де қамалады. Түрменің ішіндегілер жақсылар емес екені де анық. Жүсіп алейхиссалам жастық шағының басым көпшілігін жаман ортада өткізді. Өте нашар ортада жастық шағы өтті. Бірақ десек те бұл нәрселер оны тура жолдан тайдыра алмады. Жаман ортасы оны адастыра алмады. Себебі әкесінің шынайы айтқан өсиеті баласын көкейінде сайрап тұрды. Біздің басты міндетіміз бір-бірімізге көркем түрде шынайы насихат жасау. Біздің міндетіміз біреуді басқару емес. Жақсы көретін адамдарымыз айтқанымызды тыңдамаса, оларға ренжіп теріс айналмауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олай істемеген. Тағы бір маңызды мәселені айтайын. Білесіздер ме, ақпараттық заманда өмір сүріп жатқандықтан, кейде көпшілігіміз дінімізге қатысты тың мағлұматтарға жолығып жатамыз. Кейбіріміз туылғаннан мұсылман болып өстік. Ата-анамыз мұсылман болғандықтан біз де мұсылманбыз. Туылғаннан мұсылман болдық. Ал енді, егер басқа мемлекетке, басқа қалаға баратын болсаңыз, исламнан алыс болған өмірді көресіз. Неге мұсылманмын? Неге отбасымдағылар мұсылман деп ойлануыңыз мүмкін? Бүгінде ислам ұғымы кішірейіп бара жатқандай, санаулы ғана құлшылығымыз қалған сияқты. Намаз оқитын шығармыз, кейбіреулер тек жұмаға немесе айт намазына ғана келетін шығар. Бұл да азайып бара жатыр. Немесе Рамазан айында ғана ораза ұстайтын шығармыз. Өміріміздегі исламның алатын орны азайып бара жатқандай. Бірақ кей мұсылмандар исламды өздеріне қайта ашып жатады. Исламның ақиқаттығына нақ көзі жетіп жатады. Мәссаған, исламды мүлде түсінбеппін. Ислам хақ екен деп, Құранды үйреніп, мағыналарын пікірлей бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен дұрыстап таныса бастайды. Исламға деген көз қарастары өзгеріп, құрметтері артады. Ақиқатқа көздері толық жетіп, олар өзгереді. Олардың өзгергендіктерін айналасындағылар байқайды. Дұрыс киінетін болады, сөздері дұрысталады, жаман ортадан алыстайды, барлық жағынан өзгере бастайды. Бірақ осындай жақсылыққа өзгеретін адамдардың жасайтын бір үлкен қателіктері бар. Әсіресе ата-аналарға қатысты. Балаларының да өздері сияқты бірден өзгерулерін қалайды. Мен жас кезімде көп қателікке ұрындым, баламның да қателесуін қаламаймын деп, балаларына өздері енді ғана түсінген нәрсесін бірден қабылдауын қалайды. Көбіне бұны жеткізу жолдары дұрыс емес болып жатады. Күштеп тұрып өзгерткілері келеді. Исламды үйретемін деп, баланы исламнан алыстатып алып жатады. Баланы тура жолға бастаймын дейді. Олар балаларын жақсы көргендіктен жақсы ниетпен істейді. Мынаны білуіміз керек. Бір нәрсені күштеп тұрып itергенде, бір нәрсеге көп күш жұмсағанда, кері әсер беретін күш болады. Алланың дініне жақындатудың орнына алыстатып алып жатамыз. Мысал келтірейін. Анасы исламды қайта ашқаннан кейін хиджаб киіп намаз оқып бастағасын қызына хабарласып, осыған шақыруы мүмкін. Қызы болса, анашым кейін сөйлесеміз, кетуім керек деп сөзден қашады.
Дінді ұстануды талап етуіңіз оны діннен қашырады. Дінді тыққылап жатқандайсыз. Жақсы, балама мына ұстаздың уағызын салайын, көрсін, деп бейне роликтер жіберерсіз. Бірақ баланы оны қарауы екіталай. Себебі имамның түрін көргеннен ақ балалар оны қарамауы мүмкін. Тағы осыларды жіберген бе деуі мүмкін. Білесің бе, ана ұстаз не деді? Мына имамның уағызын қара, мынаны тыңда. Жоқ, тоқтаңыздар. Бұлай дінді тықпалау қате. Ең бірінші нәрсе, оған деген махаббатыңызды көрсету. Балаңызға мейірім махаббатыңызды төгіңіз, оған жақсы мәміле жасаңыз. Біздің айтқанымызды тыңдау керек деп жатамыз. Алайда баламыздың сөздерін біз тыңдаймыз ба? Қиындыққа тап болған болса, мәселесін мұқият тыңдаймыз ба? Міне, осы нәрселер аса маңызды. Екінші нәрсе араласатын орта. Уағызымды қорытындылардан алдын адамның жүрегін өзімізге қалай жақын ете алатынымыз туралы бір оқиғаны айтып берейін. Осыдан бірнеше уақыт алдын мен бір шіркеуге кіріп көрдім. Ішіндегілер не істейді екен деп қызық үшін кірдім. Сейсенбі күнінің кеші болуы керек. Поп 5 минуттай сөйледі. Уағыз айтты. Кейін ең қызық нәрсе орын алды. Келген адамдардан кімнің қиын мәселесі бар, маған онымен бөлісіңіздер, деді. Біреу жұмысынан шығып қалдым, қиналып жүрмін, деді. Жақсы, бәріміз Джеффқа дұға етейік. Бәрі оған дұға етіп жатты. Біреу, мен ажырасып кеттім, әйелім үйді алып қойды, деді. Енді бәрі мынаған дұға етті. Бір әйел, менің қатерлі ісігім бар екен, деді. Бәрі оған дұға етті. Кейін, бағана жұмыссыз қалдым деген жігіт қайда? Мен жаңа компания ашып жатыр едім. Екеуміз сөйлесейік, деді бір адам. Шіркеуде бұлардың жиналуы поптың бірнеше сағаттап сөйлегенін тыңдау үшін емес. Жиналу себептері олардың өз айтарларын тыңдайтындардың болуы, өзгеден қолдау көре алуы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам керемет тыңдаушы болған. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам керемет оратор болған деп білеміз. Керемет оратор болған. Сондай-ақ керемет тыңдаушы да бола білген. Өзгерткіміз келген адамға біз ғана сөйлесек, олар өзгереді деп ойламаңыз. Маңызды дүниені айтайын. Адамға насихат жасаумен қатар, ол адамды тыңдай білуіміз де керек. Тыңдап білуіміз керек. Сізге біреу қарсы жауап айтып жатса, тыңдамайсыз. Сөзін айтып үлгермесе де, оның не айтарын білемін дейсіз. Жоқ, тыңдаңыз. Қазір керемет жауап беремін деп алдын ала дайындалмаңыз. Біреу сұрағын енді қойып бастағанда, болды, түсінікті деп сөзін бөлмеңіз. Толық сұрағын қойсын, тыңдаңыз. Бұл дебат емес, сөз таластырудың қажеті жоқ. Бұл ешқандай сайыс емес, артықшылығыңызды көрсетудің қажеті жоқ. Жоқ, сіздің жұмысыңыз жақсы тыңдаушы болу. Біріншіден, жақындарыңыз, жанұя мүшелеріңіз ішкі жан дүниелерімен, сезімдерімен бөліссін. Тыңдаңыз, көңіл бөліңіз. Білесіздер ме, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипаттарының бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам рауф. Бұл дегеніміз өте қатты көңіл бөлуші дегенді білдіреді. Хадистерді қарайтын болсақ, кей кездерде адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, маған анау керек, мынау керек деп айтатын болған. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлгі адамның қажетін сахабаларына сен мынаны, сен ананы әкел деп тапсырып, қажетін тауып беретін болған. Адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, мәселелерін еркін айтатын болған. Ал бүгінгі күнде өзін дінді ұстанатын болып көрсететіндерге адамдар келудің орнына олардан алыс жүруге тырысады. Жарайды, менің басқа шаруам бар еді дегендей алыс жүруге тырысады. Қорытындылай айтқанда, сіз бен біз біреуді басқара алмаймыз. Біздің міндетіміз көркем насихат жасау. Бірақ оларға мейірім махаббатымызды көрсетпесек, олардың айтарын тыңдамайтын болсақ, оларды түсінуге тырыспайтын болсақ, оларды өзгертуіміз екіталай. Біреуді тыңдау, түсіну дегеніміз оның айтқанының бәрін дұрыс деп қабылдау емес. Алайда әрбір адамның жеке сезімдері бар, оларды құрметтеуіміз керек. Әсіресе жақсы көретіндерімізді. Алла Тағала біздің жүрегімізді жақсы көретіндерімізге жұмсақ етсін. Оларды зер салып тыңдауды нәсіп етсін. Алла Тағала бізге даналықпен насихат жасауды нәсіп етсін. Алла Тағала бізге қарапайым болуды нәсіп етсін. Біреуге насихат етсек те, біз барлық нәрсені білеміз деп ойлап қалмайық. Біз тәкаппарлықтан сақ болуымыз керек. Насихатты даналықпен, парасаттылықпен, көркем жасауды Алла бізге нәсіп етсін.